Сәлем достар, бүгін сіздермен шұбаттың адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Сіздерден подписка и лайк, бізден ақпарат. Шұбат түйе сүтінен дайындалатын сусын. Шұбатты бір қорландырып алады да, одан әрі ешқандай ашытқысыз ашыта береді. Дәстүрлі қазақ қоғамында шұбатты торсықтан немесе ағаш күбіде ашытқан. Ол бір тәулікте өз бабына келеді. Шұбатқа арналған торсықты түйе мойнағынан жасайды. Шұбат ашытқаннан кейін оны адамға берер алдында шайқап көпіршігін жақсылап араластырып ұсынады. Түйе сүті бұл түлік суды аз пайдаланатындықтан майлы болып келеді. Қуаты мен дәрулық қасиеті қымыздан кем емес. Қымызда 499-528 килокалория болса, шұбатта 789-991 килокалория болады. Шұбат құрамында май, әртүрлі витаминдер мен тұздар көп болады. Шұбатты Маңғыстау облысында Тұщыбек бұлағындағы емдеу орнында өкпе ауруларын емдеуге пайдаланған. Түйе сүтінің химиялық құрамы 86% судан, 14,5% құрғақ заттан тұрады. Оның ішінде сүттің майлылығы 5, белок 3,6, казеин 2,8, албумин 0,6, глобулин 0,2 минералды заттар. Аруаналардың сүтіне майлылық 4,9%-дан 6%-ға дейін жетеді, ал белок 3,9%-дан кем емес. Сүттің белогі мен майлылығына тепе-теңдігі шұбаттың құнарын арттырады. Амин қышқылының құрамында да жеткілікті. Түйе сүтінен ұдайы пайдаланылғанда ішкі мөлшерлердің қызметін реттеп адам семіртеді. Қазақ емшілері түйе сүтін науқастарды емдеуге қолданылған. Жасы ұлғайған қарттарға ауру салдарынан дене қуаты төмендеген науқастарға бір мезгіл шұбат ішкізеді. Шұбатты ішкен соң адам денесі балбырап теріледі, ұйқысы жақсарады, сергейді, біртіндеп семіреді. Шұбатқа қоса бағлан етімен сорпалануда жақсы әсер етеді. Түйе сүтінің химиялық құрамы 86-да 5% судан, 14,5% құрғақ заттан тұрады. Оның ішінде сүттің майлылығы 5, белок 3,6, казеин 2,8, албумин 0,6%, глобулин 0,2%, минералды заттар 0,9%. Әсіресе қос өркешті қазақ түйелерінің сүті емдік қасиетімен құнды саналады. Аурулар ем болатын аурулары. Біріншіден, кеңірдекшелердің созылмалы қабынуы, жел, өкпе, күшәлі шұбатымен емдеу жақсы нәтиже береді. Ол үшін 2-3 тал күшәләні түгі қырылған түйе сүті құйылған сабаға салып, әбден пісіп, жылыдай орап, түн асырған соң бір кеседен күніне 3 рет ішу керек. Осылай 2-3 ай жалғастырса, сырқат адам сауығып кетеді. Мұны күшәлі шұбаты дейді. Екінші, асқазан мен ішек жолдарына қара жел байланып, ас қорыту нашарлағанда халық емшілері шай тосабы арқылы емдейді. Ол үшін іші тазаланып жуылған сырлы шәйнекке су құйып, тас шай, қалампыр, қара бұрыш, тұз салып, тезек отына шымырлатып қайнатып, шәугімдегі дәрі-дәрмектердің нілі шыққан кезде 2 кеседе түйенің шикі сүтін қосып, қайта қайнатады. Әбден демделген қызыл күрең шайға бал, қаймақ, сары май қосады да 1-2 кесе ішеді. Бұл емді осылай бір мезгіл жасайды. Жүрек ауруы бар адамдар байқап ішкені жөн. Пайдалану мөлшері жағдайына қарай ішуге болады. Түйе сүтінің құрамында май, белок, түрлі витаминдер және қант бар.